Сәлем достар, мен каналыма тіркеліп кетіңіздер. Бүгін микроволновканы қалай химиясыз заттармен тазалауға болатын жолдарын айтып кетемін. Оның бірі кәдімгі өзіміздің лимон қышқылы лимонды суға салып, микроволновканың іші кір болып, май болып кеткен, иістеніп, соның ішіне саламыз да 3-5 минутқа қыздырамыз. Саламыз да осыны қыздырамыз, іші буланатын болады. Ашамыз, оның ішінде кір мен дақ, май мен кір болған кезде өстіп өзі ағып түскенін көресіздер. Кейін ішін салфеткамен немесе тряпкамен әдемілеп сүртіп аласыздар. Қалып кеткен жағдайда болса, қайтадан жаңағы дайындаған суымызды қайта салып, тағы да 1-2 минутқа қойып аласыздар да әдемілеп ішін сүртіп шығасыздар. Осындай тап-таза айнадай иісі жоқ болып шығады. Істеп көріңіздер үй жағдайында. Менімен болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.